Nureke, Nureke, көзін жұмып алып кімге жатсың ғой? Кімге ойлап қарап отырсың сен? Менің келгенімді байқайтырым жоқ қой? Жұмысым жоқ. Басқа күйеуім жоқ қой, жалғыз сен ғой. Қарасай көзі жұмып алып, ой шіркін. Кеш мені. Атырауға дайындық болады, Атырау халқы күтім. Бопты. Шайға ендір, шайға. Не жейміз бүгін? Өзіңді жан-жарым. Бұл екеуміздің жас кезіміздегі әніміз. Махаббаттың сезімі, сәулемдегі сезбейсің, сүйем деген сөзіме, неге жаным сенбейсің, өзің едің арманым, топ şimdi tanrаған, өзің едің жан-жарым, әнжіліңді арманым. Armanım Doğum şimdi tanımadım Gözünü canım Kendim darlarım Ket şağa Әр қонақ өзінің есесімен кетеді. Күнде қонақ, күнде той. Аллаға шүкір. Бүгін өркентай қайыным, мінекей тұрмыстай келінім, абысынка. Ардақ қайным, ойбой, өшің Нұрекен недері ғой. Сен қана Найманға қалып Найманға біреу оқып қалған бә, Нұрекенің сондар қайындерім, келінім. Аллаға шүкір. Күнде Наймандар тоғырлап атқанда түсірмесінде, күнде тұсқан кеп қалысы. Наймандар еш уақытта бізге тоғырлап емес қой. Сізді жау баштар ғой. Бір қалам қасын, ақпадан басқа Найман көрмедік қой сөйді. Сіздер сағынып қалдық, біраз болдық көрмеген. Біз 20 күн болды жолда жүргенімізге. Бүгін бізді іздеп кеп қапты, жаным сол сағынып кеттік өзімізде. Осының өзі бір керемет сәт қой. Бір бақыт болсын. Аман есен өсіп шапқылап, біз келдік. Осының өзі бір керемет сәт қой. Бір бақыт болсын. Аман есен өсіп шапқылап, біз келдік деп мәз өп келіп жүргендер. Аяғысынан өсіп келе саған қандай күшті. Бүгін ет тасқан жоқты бермесе, тек қазы қартан, жаңағы нет қартанып түсіп қойған болмаса, осылай әшейінен шайға келе саған жақсы ғой. Сонымыз тәтті шай. Мынау Чехиядан алып келген не стаканым еді, осындай кружкамен жүрттім, барлығы лешегіне су ішеді ше. Барлығы қызығып жатыр ғой көріп. Алла амандық берсін. Сауданың берекесі бар дейді. Мен өзім бұрынғы Гүзел естісем, жаңағы базарда жаурап, тоңып, күннің астында жаңағы суға зар болып, жаңағы сатып тұрған кездеріміз бір елестейді. Қазір Аллаға шүкір, екі осындай қабатты үлкен дүкен ашып, осы жерде өзінің қалағанымша жаңағы саудам жасап, қаншама жаңағы осы сатушылардың барлығы өзінің
өздеріңізге арнап барлығын қолынан келгенше үйрететіндей боламын. Мен өткенде көрдіңіздер, Дубайда мынандай кидім. Бұл енді менің кигенім 48 болса, мынау өте үлкен размер. Бұл 54-56 мысалға. Сол үлкен кісілерге де жаңағы көбіне біз таба алмаймыз үлкен жаңағы размерлерін деген екен. Барлық түсінемін. Мысалға мынаның қара түсі де бар, көк түсі де бар, неше түрлі түсі бар. Бұл үлкен жаңағы тоғышаң еген келіншектерге мынандай әртүрлі стильдермен алып келдім. Неке бүгін өз қолмен ет асып жатырмын. Нұрекеңнің заказы бойынша. Қойдың сүрленген еті, жылқының еті, картошкасын, шымкентский морковын барлығын салып, қамырым өте әдемі болып пісіп жатыр. Дана-дана болып. Сорпамның да құрт езілгені барлығы қайнап жатыр. Неке тұздығым. Нұрекең бүгін өз қолынан тамақ жейді дегеннен кейін заңғарым уже күтіп отыр. Дәл солай. Жоқ жаным саған сенгім келмейді. Жаралап жүреді. Келіндер асынада, бірақ әйелдік парызымызды ұмытып кетпейік деп анда-санда осылай дастархан адастырамын. Қол күйіп тұрып аласың да былай. Бірақ суып қапты да. Қазір ана сорпаға салып жібереміз қамыр толған кезде. Тамақ дайын болды. Заңғардың мамасы